Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен түрік сериалындағындай бухлаваш пісіру рецептімен бөлісемін. 350 грамм ірімшікті үккіштен өткіземіз. «500 грамм тартылған еттің үстіне 1 жұмыртқа, 2 шай қасық тұз, 2 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық кептірілген кинза қосып, жақсылап араластырамыз. Лаваш нанның үстіне ең астыңғы қабатына ірімшікті жайып шығамыз. Үстіне екінші лавашты қойып, тартылған етті қоямыз. Рулет жасап ораймыз. Екінші лавашты да дәл осылай дайындаймыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үстіне ірімшікті қойып, күнжіт дәндерімен безендіреміз. «180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Бухлавашты шағын бөліктерге бөліп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.